Саламатсыздар ма балалар? Сызықтық функция есебіне графикті салуды оңай жолын түсіндіріп өтетін боламын. Сіздер мұқият тыңдап үйреніп алыңыздар. Мына жерде 7-ші есепте мынандай 8 есеп берілген екен. Біз ең бірінші мына нәрседен бастайық балалар. Сызықтық функцияның графигін біз мынандай формуламен шығарамыз. Kx қосылған v. Енді мына жердегі v дегеніміз қараймыз. Мына бірінші есепте 2x дегеніміз k дегеніміз 2 болып тұр, x орнында тұр, ал v дегеніміз бізде 1 болып тұр, 1 оң сан. Енді қараймыз. Мына жердегі v әрдайым y-тің бойындағы мәнді білдіреді. Мына жерге мысал айтайықшы. Мына жердегі x-тің орнына 0 деген сан беретін болсақ, кез келген санды 0-ға көбейтсек, тек v ғана қылып береді. 0 шығады, кез келген санды 0-ға көбейтсек 0 шығады да, мына жерде y тең v болып қалады. Сонда біздің y-іміз v-ға тең бірінші өрнекте мына жердегі +1 дегенді аламыз да, мына жерден бір y осінен 1-ді алып белгілеп қоямын. Сонда бұл менің бірінші нүктем болып тұр. 0-де 1. Енді екінші нүктені табу үшін мынандай бөлшек емес, кәдімгі нақты сандармен берілген есепте балалар x-тің орнына мен 1-ді бере саламын. x-тің орнына 1-ді берсем, y-ім менің 2 көбейтілген 1 қосу 1. Мына 1, мына 1, мына x-тің орнына 1 берем дедім ғой. 2-ні 1-ге көбейтсем 2 шығады, оған 1-ді қоссам 3 шығады. Сонда x-ге 1-ді берсем, мына жерім 1 еді, y-ім 3 шықты. Мына нүкте. Енді осы екі нүкте қай жерде қиылысады? Мына жерде қиылысып тұр. Балалар, осы нүктені қиылысқан жерге нүкте салып қоямын. Енді линейка алаңында осы қиылысқан екі нүктені қосам. Мына екі нүктені тауып алдық қой. Осы екі нүктені алып қосамыз. Так, мен мына нүктені. Сіздер дәптерге екі нүктені белгілеп алғаннан кейін үстіне линейкамен қойып, екі нүктені тауып алып сызып шықтыңыздар. Менің екінші нүктем қандай болды? Бірінші нүктем 0-де 1 болды, ал екінші нүктем x-ім 1 болды, ал y-ім 3 болды. Мінекей, осы екі нүктені тауып алып сыздық. График осылай сызылады. Мына жерде екінші есепте 3 минус x деп тұр. Бұл жерде қорқып кететін қорқынышты ештеңе жоқ, балалар. Енді біз орын ауыстырып жазып алайық. Минус x қосылған 3 деп орын ауыстырып жазбасақ, теңдік өрнектің орын ауысқанымен мәні өзгермейді, балалар. Енді қараймыз. Мына жерде k-мыз біздің қаншаға тең? Коэффициентіміз -1-ге, ал v-мыз 3-ке тең болып тұр. 3 дегенді y осының бойынан тауып алсамыз, жаңа айттым ғой. 3 деген ол y осының бойынан тауып аламыз, v-да берілген санда. Енді ол біздің бірінші нүктеміз 0-де 3 болып тұр. Екінші нүктеміз x-тің орнына 1 деген санды берсек, y тауып алайық. Бізде -x еді ғой, -1 көбейтілген 1 қосылған 3. Сонда -1-ге 1-ді көбейтсем -1 шығады, -1-ден 3-ті қоссам 2 шығады. Сонда y-ім 2-ге тең. x-ім 1-ге тең болғанда, y-ім 2-ге тең деп мына нүктені тауып аламыз. Енді линейкамен алып, осы екі нүктені қосайық. Осы екі нүктені қостық. Осындай график шықты. Үшінші есепте бөлшек рационал болып тұр. Қараймыз, рационал теңдік болып тұр берді. Енді бірінші бізде мынау v-мыз біздің қаншаға тең болып тұр? +3-ке тең болып тұр. Мына жерден +3-ті тауып аламын. +3 мына жерде y осының бойында. Осы жерге нүкте қойып қойдым. Енді x-тің орнына біз бағана 1 мен екінші есепте 1 бере салдым ғой. Өйткені ол жерде бүтін сандар еді. Енді коэффициентіміз бүтін сан еді. Енді бөлшек сан болып тұр. Енді мен алам, бөлшектің бөлімінде қандай сан тұр, соны x-ке берем. Бөлшектің бөлімінде бізде 2 тұр ғой, осыны мен x-ке берем. x тең 2 деп алам. Енді y табайық. -2-ден 3 көбейтілген x-тің орнына 2 бердім, қосам 3. Мына 2 мен 2 қосылады, қысқарады. Сонда x-іміз -3 қосылған 3, бұл екеуі 0-ге тең болады. x-ке 2 берсем, y-ім 0-ге тең болады. Демек, осы x осының бойынан аламын. Енді осы екі нүктені аламын да қосамын. Үшінші есебімізде осындай график шықты. Төртінші есепте
Мына үшінші есептің графигін жазып кетейік балалар. Нүктесін жазып кетейік. Бірінші нүктеміз 0-ден 3 болды. Екінші нүктеміз 2-де 0 болды. Төртінші есепте 0,5 x дегенді 2-ден 1 x минус 2 деп алайықшы. Енді 2-де мына жерде b-мыз біздің минус 2-ге тең болып тұр. Минус 2 дегеніміз y-тің бойында, ол y-тің төменгі жағы. Минус 2, осы жерді бояп нүктесін сап қойдым. Бұл бізде бірінші нүктеміз 0-ден минус 2 болып тұр. Енді екінші нүктені табамыз. Екінші нүктеде бөлімдегі санды x-ке берем дедім. X-тен 2 деп алсам, y-тен 2-ден 1 көбейтілген 2, азайтылған 2. Мына 2 қысқарып кетеді. 1 минус 2, бұдан бізде минус 1 деген шығады. Y-іміз сонда x-іміз 2-ге тең болғанда, y-іміз минус 1-ге тең болды. X-іміз 2-ге тең болғанда, y-іміз минус 1. Бұл екеуі мына жерде қиылысады. Нүкте сап қойдым мына жерде. 2, мына жерде минус 1 деп жазып қояйық. Енді линейка аламыз, осы екі нүктені алып қоса саламыз. Төртінші есебіміз бітті. Енді бесінші есепке қарайық. Бесінші есепте 0,6 дегенді балалар біз былай жазып алсақ болады. Минус 5-ден 3 x азайтылған 1,2. Бұлымыз біздің минус 1,2 болып тұр. Минус 1 дегеніміз мына жер болса, мына жере, осы жер бізде минус 1,2 болып тұр. Бірінші нүктеміз таптық, 0-де минус 1,2. Енді екінші нүктеміз табамыз. Екінші нүктеге бөлімде тұрған 5-ті береме, x-тен 5 дедім. Сонда y-тен минус 5-ден 3 көбейтілген 5 азайтылған минус 1,2. Мына 5 пен мына 5 қысқарып кетеді. Минус 3 азайту минус 1,2. Бұл бізде минус 4,2-ге тең болды екен. Екінші нүктеміз біздің 5-те минус 4,2 деген нүкте болды. Енді x-іміз 5, 1, 2, 3, 4, 5. Мына жер бізде 5 екен. Ал y-іміз 4-тен 2 дейді. 1, 2, 3, 4. Мына жеріміз минус 4 болса, мына жеріміз минус 4-тен 2 мына қиылысады. Мына бір жерде қиылысады. Линейканы аласыздар. Тапқан екі нүктенің, сіздер линейканы дәптерге дұрысынан қойып, екі нүктенің үстінен басып қойып, сызып алыңыздар. Бірден әдемілеп сызыңыздар. Алтыншы есепте минус 2 болып тұр. Бұлымыз минус 2-ні осы жерден тауып алсамыз. Минус 2. Бірінші нүктемізді тауып белгілеп қойдық. Бұл бізде 0-ден минус 2. Енді келесі нүкте x-тің орнына қай санды берем? 7-ні берем. Енді y табамыз. 7-тен 2, мына тұрғанның өзін әкеп жазып жатырмын, балалар? Минус 2. Мына 7 мен 7 қысқарып кетеді. Көбейту болғанда қысқарту тәсіліне саламыз. Енді мына жерде 2 қалды, мына жерде минус 2 қалды. 2-ден 2-ні азайтсақ 0 қалады. Сонда біздің екінші нүктеміз не болды, балалар? 7-ден 0-ге дейін болды. X-тің бойдан 7-ні тауып алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына жеріміз біздің 7. Ал 0 дегеніміз y мына жере 0. Сондықтан осы 7-нің өзін алады екенбіз. Енді осы екі нүктені қиылыстырамыз. Қиылыспай қалды. Қазір мына нүктенің үстінен алып. Тағы кішкене жоғарылайықшы. Функциямыздың графигі дайын. Енді 7-ші және 8-ші есепте кішкене өзгешелік бар. Бұл қорқынышты емес. Енді қараймыз. Біз алғашқыда сызықтық функцияның формуласы қандай еді? Kx қосылған v еді. Демек, мына жерде k-мыз біздің қаншаға тең болып тұр? 2-ге тең болып тұр. Ал v-мыз біздің 0-ге тең болып тұр. Сондықтан y-тің бойында біз айттық қой, бағана. Мына жерде минус 2 болғанда y-тің бойынан тауып алып жатырдық қой. Демек, 0 дегеніміз біздің мына жерде жатыр. X пен y-тің қиылысатын нүкте, ол 0 нүктесі. 10 нүктесі деп айтамыз, немесе 0, санақпасы деп айтылатын еді. Енді қараймыз. Бірінші нүктеміз ол біздің не екен? 0-де 0 екен. Ал екінші нүкте x-тің орнына қандай сан берсек,
Мысалға x-тің орнына 1-ді бере саламыз. X-тің орнына 1-ді берсем, y-ім қанша болады? 2-ге 1-ді көбейтсем, 2 болады. Сонда екінші нүктем x-тің орнына 1-ді берсем, y-ім 2-ге тең болып тұр. Мінекей, екінші нүктем шықты. X-тің орнына 1-ді берсем, y-ім 2-ге тең болып тұр. Мына жер. Осы екі нүктені линейкаламызда балалар қоса саламыз. 8-ші есептеп 0 деп басқа болып тұр. Y-те -3 деп тұр. Енді қараймыз. Тура жаңа формулаға келейікші. Kx қосылған b. Мына жеріміз қай кезде жоқ болып қалады? Мына жеріміз қай кезде жоқ болып қалады? Мына жерде тек -3 тұр ғой. Мына дегеніміз біздің b-мыз. Ал мынау x-іміз 0-ге тең болғанда біздің коэффициентіміз де 0 болып қалады. Кез келген санды 0-ге көбейтсек, ол кезде 0 шығады. Сондықтан қараймыз. Біріншіден b-ні тауып аламыз. Y-тің бойынан -3-ті тауып аламыз. Мінекей -3-іміз және осы нүктені белгілеп қояйық. Енді x-тің орнына 5 деген мына коэффициентім, мына жерде қате балалар, коэффициентім 0-ге тең болып тұр. Енді коэффициентті x-тің орнына 5 деген сан берсем де 5-ті 0-ге көбейтсем 0 шығады. -5 деген сан берсем де 0 шығады. Сондықтан мына жерде балалар x осіне параллель болады. Графигіміз x осіне параллель осындай бір түзу сызықты график сызылады екен. Назарларыңызға рахмет. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып жазыла кетіңіз.